Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін керемет қамыры осылай бүрме болып шығатын асқабақтан жасалынатын ханымның рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен бізге қажетті заттар: ұн, су, тұз және де салмасына асқабақ, құйрық май, картоп, пияз, дәміне қарай тұз бен бұрыш қолданамыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнның үстіне 200 мл осындай стаканның үстіне стаканмен су аламыз. Үстіне 2 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне құйып, қамыр илеп аламыз. Қолға жабыспайтын кәдімгі еттің қамырсақты илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Мінекей осындай қолға жабыспайтын әдемі қамыр илеп алдық. Енді қамырымызды 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Пакетке салып осылай. Енді сол аралықта арасына салатын салмасын дайындаймыз. Салмасына асқабағымызды турап аламыз. Асқабақты осылай мен пышақтың көмегімен турадым. Теркамен де өткізуге болады. Осылай асқабақтарымызды майдалап, төрт бұрыштығып турап шығамыз. Картопымызды дәл солай асқабақтың формасындай төрт бұрыштығып, біркелкі формада турап шығамыз. Картоп қоспай қойсаңыздар да болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша менің балаларым картоп болған ұнатады. Сондықтан азырақ картоп қосып жердім. Енді туралған асқабақтың үстіне картопымызды саламыз. Енді пиязымызды, құйрық майымызды тураймыз. Пиязымызды өте ұсақ қып тураймыз, майдалау қылып. Пияздарымызды жақсылап турап алдық. Тураған пияздарымызды картоп пен асқабақтың үстіне саламыз. Енді құйрық майымызды тураймыз. Құйрық майды өте майда қып тураймыз. Егер құйрық май болмаған жағдайда сіздер сұйық май қолдануға болады. Енді арасында әдемі дәмді болу үшін осылай аскөк қолдандым. Азырақ аскөк қосып жердім. Аскөгімізде майдалап осылай турап аламыз. Салмаларымыздың барлығын турап болдық. Енді үстіне дәміне қарай, жасап жатқан салмаңызға қарай бұрыш, қара бұрыш осындай және де тұз қосамыз. Жақсылап қолымыздың көмегімен салмамызды араластырып дайындап аламыз. Мінекей салмамыз дайын болды. Менде ыдысым кішкентайлық қылғандықтан үлкен ыдысқа салып араластырып алдым. Енді 15 минут өткен соң қамырларымызды алып, осылай майдалау бөліктерге бөлеміз. Менде 6 бөлік шықты. Бұл ханымның ерекшелігі осылай майдалау болады қамырлары, яғни кішкентай қылып жаямыз. Үлкен зуала болмайды. Қолымыздың көмегімен домалақ формаға келтіріп алып, бір шетке қойып қамырларымызды шетінен алып жая бастаймыз. Азырақ ұн себелеп отырып, оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді үстіне сұйық май жағамыз. Енді мен қамыр жаюды мастер емеспін, қыздар. Жұқалау болса болды. Кішкене менде қамырым біркелкі болып шықты. Енді бетіне салмамызды салып, осылай оқтауды салып орап шығамыз қамырымызды. Яғни бұл ханымның ерекшелігі осылай қамыры бүрме-бүрме болып шығады. Кішкене әдемі көрінеді. Осылай оқтауымызды орап, екі шетінен тартып, оқтауымызды шығарып аламыз. Екі шетін кішкене жабыстырып жүреміз. Үстіндегі салмалар шашылып қалмауы керек. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз қамырларымызды. Өте ерекше әдемі болады піскен кезде де қамыры. Енді қамырларымыз жайып болып, манты қазанымызға салып, қайнап жатқан судың үстіне қойып,
45 минутқа бетін жауып пісіріп аламыз. Мінекей қанымыз дайын болып шықты. Өте әдемі, қамырының өзі ерекше болып шыққан. Көзге әдемі көрінеді. Ішіндегі салмасында еш айырмашылық жоқ кәдімгі қанымнан. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.